Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 78-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы табиғатты қорғаймын, көмектес септіктің жалғауын білемін және өз пікірімді дәлелдей аламын дейді. Енді балалар 68-ші жаттығуға қарайық. Жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Тұмсығымен қояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады дейді. Бұл жұмбақтың жауабы балалар тоқылдақ болады. Енді қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой, бұл қай септіктің сұрағы дейді. Енді балалар тұмсығымен деген сөз, ол немен деген сұраққа жауап береді, яғни бұл көмектес септігінің сұрағы. Енді балалар біз келесі берілген ережені мұқият оқып есте сақтайық. Көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды. Енді 69-ші жаттығуға қарайық балалар, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Бірінші сөйлем. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Марат мұз айдынға атасымен келді. Бір-біріңе түсіндіре отырып, сөйлем мүшесіне талдаңдар. Көмектес септігіндегі сөздер сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар дейді. Бірінші сөйлем талдайық. Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Не істеп жатыр? Жалғасып жатыр. Бұл баяндауыш. Не жалғасып жатыр? Мұхиттар. Мұхиттар бастауыш болады. Мұхиттар немен жалғасып жатыр? Теңіздермен. Яғни бұл толықтауыш болады. Одан кейін ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Не істейді? Өседі. Баяндауыш. Не өседі? Ақбидай. Ақбидай немен өседі? Күннің нұрымен, жаңбырдың суымен. Яғни нұрымен, суымен бұлар толықтауыш, ал күннің, жаңбырдың сөздері бұл бізде анықтауыш болады. Келесі бізде Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Не істеді? Тыңдады. Баяндауыш. Кім тыңдады? Гүлсім. Бастауыш. Гүлсім нені тыңдады? Гүлсім әңгімені тыңдады. Гүлсім әңгімені қандай әңгімені тыңдады? Табиғатты аялау туралы. Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені қалай тыңдады? Зор ықыласпен тыңдады. Онда бұл жерде табиғатты аялау туралы деген бізде үшеуі де анықтауыш, әңгімені бізде толықтауыш, ал зор деген анықтауыш, ықыласпен дегенде толықтауыш болады. Яғни көмектес септігінде тұр бұл. Марат мұз айдынға атасымен келді. Не істеді? Келді. Кім келді? Марат келді. Марат кіммен келді? Атасымен келді. Марат атасымен қайда келді? Мұз айдынға келді болады. Енді балалар 70-ші жаттығуды қарайық. Мәтінді түсініп оқы. Құрлықтың айнала сумен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Енді осы мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтінге ат қой. Көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаны пайдаланып дәлелде дейді. Бұл көмектес септігіндегі сөз, өйткені ол. Яғни, балалар мәтінге ат қояйық. Мәтіннің аты арал. Енді бұл мәтін бойынша көмектес септігіндегі сөздер сумен, құрлықпен. Құрлықпен, сумен сөздері көмектес септігіндегі сөздер. Себебі олар немен деген сұраққа жауап беріп, сөйлемде тұрлаусыз мүше қызметін атқарып тұр. Келесі бізде 71-ші жаттығу. Ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз делінген. Біріншісі, тұмсығымен шымшып, құрт тереді, шымшық болады. Екінші, сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ болады. Енді шығыс көмектес септіктеріндегі сөздерді тап, көмектес септігіндегі сөзді сөз құрамына талда. Сонда не байқадың дейді. Шығыс септігіндегі сөз таудан болады, ал көмектес септігіндегі сөз тұмсығымен. Енді тұмсығымен деген сөзді талдайтын болсақ сөз құрамынан. Түбірі тұмсық. Тұмсық не? Зат есім. Тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Оның тұмсығы. Ал мен көмектес септігінің жалғауы. Сонда ол немен деген сұраққа жауап беріп, көмектес септігінде тұр. 72-ші жаттығу бізде шығармашылық жұмыс. Сөздерді оқы. Тек көмектес септігіндегі доптарды торға түсір делінген. Көмектес септігіндегі сөздер қылқаламмен және кітаппен. 73-ші жаттығу жағдаяттан шығып көр. Жаздың бір шуақты күнінде Асқар мен Болат көл жағасына демалуға барды. Олар суға шомылып күнге қыздырынды.
өздерімен бірге әкелген қарбыздарын жеді. Қарындары тойған балалар қарбыздың қабықтарын суға лақтырып ойнады. Үлкен кісілердің ескертпесін естімегендей сыңай танытты. Бірін-бірі қуалап ауылға қарай жүгіріп бара жатты. Балалардың әрекетін қалай бағалар едің? Олардың орнында болсаң не істер едің дейді. Енді бұл балалардың әрекеті дұрыс болған жоқ. Бұл тәртіпсіз балалардың қылығы. Олардың қарбыздың қабығын суға лақтырғаны дұрыс болмады. Су тіршілік көзі. Біз табиғатты қорғау керекпіз. Керісінше, жерден немесе айналамыздан қоқыс көрсек, оны жинап қоқыс жәшігіне салуымыз керек. Және әрдайым үлкендердің айтқанын тыңдауымыз керек. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Сонымен қатар менің каналымнан 4-ші сынып қазақ тілі, 4-ші сынып математика және 3-ші сынып математика пәндерінің үй жұмыстарын, сынып жұмыстарын бірге орындап көре аласыздар.